Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Сонымен тест центрдегі 70 нұсқаның соңғы 10-шы нұсқасына келіп жеттік. Бұлай болса, сабағымызды бастайық. Осыдан кейін қаңтар айындағы сосын жүздегі тесттерді талқылайтын боламыз шыққан. 2019-2018-де. Окей. Так, бірінші сұрақ. Номері бірінші сұрақ. Запись жазып отыр ма? Окей, hazır. Номері бірінші сұрақ. 70 килограмм массасы. М тең 70 килограммда. Аяқтың табандарының ауданы бұл S. 60 сантиметр квадрат дегеніміз бұл қанша метр квадрат болады? 60 сантиметр болған үшін сантиде минус 2 бар, квадрат болған үшін минус 4 метр квадрат айланады. Айландыруды білмесеңіздер сұрақ айналайын. Жер бетіне түсетін қысым. Негізі қысымның 3 түрі бар. Почти 2 түрі бар деп қарастырайық. Біріншісі қатты денеге байланысты. Қатты деп жазам. Қатты. Мынау сұйықтарға байланысты қысым. Сұйық немесе газдарға байланысты қысым. Қатты денеге байланысты қысым просто П тең F бөлінген S болады. Ал сұйықтарда қысым оның тығыздығына, еркін түсуіне, шиыға және неге тәуелді? H-қа тәуелді. Бізде массасы 70 килограмм адам деген сұйығымыз қатты дене. Сондықтан мынаған саламыз. И аға есепке саламыз. П тең, былай, бізге тау керек, қысымда бірақ қоя. П тең болады F бөлінген S, әрине. S ташамыз, F ташамыз. F ташқан кезде неде башлады? Ол MG де башлады. MG бөлінген S болады. M дегеніміз 70 килограмм. 70 көбейтілген 10 бөлінген S дегеніміз аудан. Қанша болады? 60 көбейтілген 10 минус 4 дәрежесі. 60 көбейтілген 10 минус 4 дәрежесі. Мына жерден 700 деп алсақ болады. 700 бөлінген 60 деп аламыз. 10 минус 4 дәрежесін жоғары шығарған кезде ол 10 минус 4 дәрежесі болып кетеді. Оны математикалық тәсілмен білетін шығарсыздар да. Қалай жаңайтып қояйық. Енді 70-ті 60-қа бөлсем примерно 11,1 шығады. Сондықтан жауап қарайсыздар. Бір жауап. 11,4, 11,6 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? 4 дәрежесі басқа бізде итак шықты. Сонымен бірінші сәт бітті. Почти негізі 11,7 шығады. Дұрыс па, 11,6, 10-ның 4 дәрежесі. Так, окей. Кеттік. Номері екінші есеп. Денелердің инертінің өлшем бірлігі болатын физикалық шама. Бұл енді басты кетімге қойын, масса. Күш деген әсерлесуі, жылдамдық деген қозғалысының шапшаңдығы, күш импульсі деген масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі, күш уақытпен әрекет еткен күштің көбейтіндісі, импульс деген масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі. Сондықтан олар бола алмайды. Масса тек бір нәрсені білдіреді, ол инерттілік. Номер үшінші сұрақ. Дыбыс толқыны ауадан суға өтті, толқынның таралу жылдамдығы. Мұны өткен тақырыпта айттым. Дыбыс егер тығыз емес ортадан тығыз ортаға өтетін болса, ауадан суға өтетін болса, судан тығыздығы, судың тығыздығы ауадан көп, сондықтан жылдамдық артады. Жауап не? Жауап. Өйткені ауаның өсім жылдамдығы ауада 340 или 330 метр секунд кажется. Ал суда 1480 метр секунд қой деймін. Есімде жетті. Қарап еді. Кеттік, номері төртінші сұрақ. Бір мөлдің зат мөлшеріндегі заттың массасы. Зат мөлшері беріп тұр, заттың массасы сұрап жатыр, массасын беріп тұр. Зат мөлшерін айтып тұр және массасын айтып тұр. Демек, берілмеген үшінші таман қалды. Енді зат мөлшері теңдеуі қараңыздар. М бөлінген М ғой. Саған зат мөлшерін айтып тұр. Массаны айтып тұр, демек, нөлдік масса ғой. Жауап, әрине, үлкен М болады. Бұл тең болады. Не? М бөлінген
формуланы керісінше жазамыз. Tapsa. Kеттік онда. Номер 5-ші деп. Идеал газдың абсолют температурасы 2 есе артатын болса, молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы дейді. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы неше теңдеу бар дейді? Әрине 2 теңдеу бар. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы дегеніміз 3R бөлінген N. Біріншісі, екіншісі бар, V тең, оны жазып қойын да. 3K бөлінген кішкентай N нөлі. Екеуінде температура бар, қайсысына қойсақ та ешқандай мағынасы жоқ, өзгермейді. Олай болса, температураны 2 есе арттырам, қараңыздар. Соны 2 есе арттырам, меніздің 2-ні қоям. Сол кезде V қанша есе арттырғанын табу үшін мына түбірасты 2-ден істеймін. 2-ден түбірін шығарсам болды. 2-ні түбірін шығарып алдынан шығарамын. 2-ның түбірі әрине шықпайды бізде. Ол түбірасты 2 болып қалады. Яғни бүтін сан шықпайды деген сөз. Сол үшін жылдамдық түбірасты 2 есе артады дейміз. Яғни қойылған артқан мәннің түбірін шығарамыз болды. Түбір болған үшін әрине. Жауап С. Номері 5-ші есеп. Номері 6-ші есеп. Қаныққан будың температурасын өзгертпей көлемін 2 есе арттырса, қаныққан бу концентрациясы. Енді, концентрация дегеніміз не? Концентрация дегеніміз ол N бөлінген V. Температура өзгертпей көлемін 2 есе арттыратын болса, 2 есе артады ғой. Онда мынау сәйкесінше 2 есе кемейді. Кері пропорционалда болады. 2 есе кемейді, жауап Е. Окей? Let's go. Номері 7-ші сұрақ. Металдарға электр тоғын тасымалдайтын бөлшектер. Металдарға электр тоғын тасымалдайтын бөлшектер әрине электрондар. Жауап В. Электрондар мен иондар бұл жерде кімді? Бұл газдарда. Газдарда кемтіктер дегеніміз жартылай өткізгіштерде, ЖО-де. Электрондар мен кемтіктер дегеніміз бұл да жартылай өткізгіштерде. Иондар дегеніміз бұл электролиттерде, кетуларда. Хорошо? Кереңіз. Сондықтан бізде жауап тек қана В болады. Окей, let's go. Номер 8-ші сұрақ. Температура артқан сайын электр өткізгіштігі артатын заттар. Бұлар жартылай өткізгіштер. Болды, басқа жауап жоқ. Так. Басқа өткізгіштердің бәрі температура артқан сайын өткізгіштігі кемейді. Жартылай өткізгіштің негізгі артықшылығы осы да. Температура артқан сайын жақсы өтеді. Жақсы жұмыс істейді. Let's go. Номер 9-ші есеп. Толқын ұзындығы 4 ньютон метр бөлетін фотонның импульсі болады. Бұл жерде импульс керек болды. Фотон импульсі тек H бөлінген лямбда. Все. Лямбда деген толқын ұзындығы берілген 440-ның -9 дәрежесі деген сөз. Бұл 440-ты 10-ның -9 дәрежесін бөлеміз лямбдаға. Қателесім алды. 6,63 6 дәрежесі 10-ның -34 дәрежесін бөлесілер 440 көбейткен 10-ның -9 дәрежесін. Әрине бұл жерде 660-ты 440-қа бөлсек где-то 1,5 шыға ма? 1,5 шығады. Сондықтан жауабы номері 9-ші есепте Е болады. Яғни есептердің қажеті жоқ. 1,5 примерно есептей саласыздар. Бұл ұбыдыда уақытты үнемдеудің бір жолы. Физиканың бір жақсы жолда примерно жуықтап есептей саласың. Бәрін емес. Номері 10-ші есеп график берген. Бұны өткен нұсқаларды шығарамыз. Егер өткен нұсқаны көрмеген болсаңыз, көрмесеңіз міндетті түрде көріңіз. Осы бастапқы 10 нұсқа өте маңызды. Өйткені ол нұсқаны просто шашып жүрген сияқты. 70 нұсқаны үшін. Так, 3 пен 4 аралығындағы дене жылдамдығының X өсіндегі парексет табылады. V тең неге тең? V S минус S нөлбой бөлінген T минус T нөлбой. Мынау T деген 4 деген соңғысы, T нөлбой деген бастапқысы. Сәйкесінше 3 пен 4-те мына жер бар. Мынау S болады, мынау S нөлбой болады. Енді орнына қойайын. S деген 60 екен.
S nөлөбөй деген қанша деп тұр? 120 деп тұр, иә. Бөлінген дейін 4 минус нөлөбөй. 4 минус 3 болады. Бұл кезде минус 60 шығады метр секунд. Әрине, минус 60 метр секундпен қозғала алмайды. Бұл просто жылдамдықтың қарама-қарсы бағыт екенін білдіреді. Жауап номері 10-шы есепте А болады. Номер 11-шы есеп. Let's go. Массасы M білеуші горизонтал бағытта S қашықтыққа орналастырған кезде ауырлық күшінің жұмысы. Ауырлық күші дегеніміз неге тең, және оны білу үшін былай істейміз. Мынау жер, немесе бір жазықтық. Осыда какой-то M дене жатыр. Ауырлық күші әрқашан тік төмен бағытта әсер етеді. Былай деп сызсақта болады, немесе былай деп қарастырайық та. Массасын салмақ қойшы. Ауырлық күші төмен қарай әрқашан F тең mg болады. mg. Ал горизонтал бағытта ол S жол жүріп кетеді. Мына бағытта S жол жүрді. То есть, бұл жерде күш жолдың бағыты былай, ауырлық күшінің бағыты былай болып тұр, әрекет еткен күштің бағыты. Арасы қанша градус? 90 градус. Мынау F. Енді жұмыстың формуласына қарайық. F көбейтілген S көбейтілген косинус 90 градуста. 90 емес альфа. Орнына қоямыз. F көбейтілген S деймізді орнына қойып, косинус бұрышын табатын болса, косинус 90 градуста қанша нөлге тең болады? Әрине 90 градуста нөлге тең болады. Косинус 90 градуста нөлге тең. Сондықтан мына жерде теңдеу не болады? F көбейтілген S көбейтілген нөл. То есть ауырлық күші жұмыс жасамайды. Сондықтан жауап әрине А болады. Енді қай кезде жұмыс жасайды? Егер күш пен S-тің бағыты бір-біріне сәйкес келсе, немесе 90 градус емес болса. Потому что 90 градуста бұрыштың мәні нөлге кетеді, 90 градустан басқа бүкіл бұрыштарда почти жұмыс жасайды. 90 градусқа қарама-қарсы 270 градус бар ма? 270 градуста тағы нөлге тең болады, иә? То есть, онда 90 градуспен 270 градуста жұмыс жасамайды. Қалған 180-де, 60-та, 70-80-де 0 градуста жұмыс жасай береді. Потому что плюс-минус шығады, ол бағыт мүсіледі. Окей, жауап кетті. 12-ші есептің жауабын қарайық. Кетейік. Теңдеу берілген екен, S тең T квадрат плюс 6 дейді. Бұл негізінен мына теңдеу. S тең V нөлөбөй T плюс AT квадрат бөлінген. Жоқ. Басымды кеттім. S нөлөбөй плюс V нөлөбөй T плюс плюс-минус, плюс-минус AT квадрат бөлінген 2 деген теңдеу бар. Осы жерде мынау былай негізінде. S нөлөбөй деген бұл 6 негізінде. V нөлөбөй бастапқыдан 0 болатын болса, онда 0 көбейтілген T болады. Бастапқыдан егер 0 болса. Сосын плюс болады, плюс деп тұр. AT квадрат негізінде ол 8 T квадрат бөлінген 2 деген теңдеу. Просто 8 мен 2-ні қысқартып жеріп 4 деп жазамын. Сонда мынау S тең 6 плюс мынау 0-ді тұға бөлсем бәрі 0 шығады ғой. Мынақта не қалды? 4 T квадрат қалды. Енді қарасаңыздар бізде не деп жасаған? S тең 4 квадрат плюс 6 деп. Бұл ешқандай айырмашылық жоқ. Қосылыстардың орын ауыстырумен қосылымды өзгермейді деген бірінші кластың, екінші кластың теориялары еді ғой. 4 квадрат плюс 6 деп жазаламыз, не? Қалай жазсын өзім деген сияқты әңгіме болсын. Сол кезде жауап өтеу бастапқы мәні қайсысы? Өтеудің бастапқы мәні көрмей жатқан болсаңыздар көптің көрсетеді, мына 8. Өйткені А-ның орнында 8 көріп тұрсыздар ма? А тең 8 метр бөлінген секундтың квадраты. Жауап сонымен номері 12-ші есепте А болады. Окей, кетті онда. Номері 13-ші есеп. Массасы берілген, температурасы берілген, изобаралық қыздыру кезінде газдың ішкі энергиясының өзгерісі. Газдың ішкі энергиясы дегеніміз бұл не? Так. Газдың ішкі энергиясы дегеніміз дельта U. Дельта U тең болады. Егер бір атомды болса, 3 бөлінген 2, бізде азот 2 атомды, сондықтан 5 бөлінген 2 нью R дельта T болады.
2 атын болса, егер 1 атын болса 3 бөлінген 2 болады. Просто орнына қоямын. 5 бөлінген 2, мына 56 грамм дегенді былай алсам болады, килограмм. 560 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деп алсам болады. Просто есептеуге ыңғайлы болады да, мына минус 3-пен қысқаратында. Ню дегенде нашы керек, ню дегеніміз m бөлінген m, rt, нюді аштым балар. Нюді ашқан кезде m бөлінген үшін. Ары қарай 5 бөлінген 2, ню rt дегенде m жазатын болсам 560 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі, 3 дәрежесі бөлінген 28, 10-ның минус 3 дәрежесі шығады. Көбейтілген r деген 8-де 31, температура 100 келген дейді. 100 келген тұрған бұл балар. 100-ге көбейтемін. Все, ары қарай есептейтін болсам, шақ. Есептейтін болсам, біздің номер 13-ші ретте қайсы шығады? Где-то 42 шама. Жол әдеттен әрине 42 мың жол шығады. Бұл дегеніміз әрине 42 килоджол. Окей? Түсіндір алдым ма, балалар? Түсіндір алсам түсіндік, ағай езерткетіңдер, түсіндір атсаңдар түсіндік, ағай езерткетіңдер. Өйткені адам мүсін айтылдады, айтпай тұрғанын айту керек. Ол түсетеді. Айтпа деген адамға айтпа керек, ол түсетпейді. Кеттік. Так, келесі есеп. Бір-бірінен 0,2 метр қашықтағы горизонтал 2 рельстің үстінде рельске және майып индукциясына векторына перпендикуляр бағытта шыбық жатыр дейді. Ойбау. Шыбық пен рельс арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2. Мынау арақашықтық деп получается. Үйкеліс коэффициенті 0,2, өрістің индукциясы 0,1, ток күшінің 20 метрден минусқа шетінесіз. Окей, ол жерде 2 күшін теңестіру. Бұл жерде 0,2 деген арақашықтық, немесе L береді. L деген 0,2, 0,2 болады. Так, мынау үйкеліс коэффициенті, мынау ток күші беріп тұрған, мынау магнит индукциясы. Енді мен мына жерден мынаны көріп тұрмын. Мына үш шаманы көріп тұрмын. Бұл үш шама маған ампер күшін беріпті. Ампер күші, F ампер күші BIL, B-I-L, синус альфа бар. Синус арасындағы бұрыш. Бізде ол перпендикуляр деген сөз болу керек, арасында бізде тауып аласыздар. Перпендикуляр деген 90 градус, 90 градусты оның мәні өзгермейді, сондықтан BIL-дің өзі болады, B-I-L-дің өзі болады. 90 градусты өйткені бір кетем ба? Окей? L-ді дұрыстап жазбадың әдемі, L деген L. Окей. Екінші мен ньюді көрген кезде міндетті түрде есіме не түседі? Нью MG деген үйкеліс күші түседі. Екі күшті теңестіруге бола ма? Болады әрине. Деген сияқты жауап естіліп. B-I-L деген нью MG. Все. Екі теңдеуден M-ді шығарам. Мұна екі теңде қолданып. Астына жазайын да. Түсініп керек болу үшін. M-ді шығаратын болсам, BIL-ді білім инновациялық себебі. Бөлінген нью жиға. V берілген 0,1, I берілген 50, 0,2, бәрі беріп жүрген. Нью дегеніміз 0,2, то есть G дегеніміз 10. Так, шақ, мінекең қысқартып, мұнан қысқартып көбейтетін болсам 0,5 килограмм шақ. Жауап С. Окей, кеттік онда. Номер 15-ші есеп. 15-ші есепті кешеде шығарған сияқтымыз балалар. 9-шы нұсқада есімде оқыма. Осы мына жерде былай істейміз. Бірінші кернеу берілген, кедергілер берілген, R1 электр берілгенде, R3 берілген. Енді не істейміз? Табу керек R4-тегі кернеуді. Мына жерде кернеу табу. Енді мына жерде сразу айтайын, кернеу табу үшін демек мына жердегі I3 керек, және R3 керек. R3-тің мәні беріп тұр, бізде R3-тің мәні міне беріп тұр. Вот так. R3 мына жерде. Демек I3 керек. I3 табу үшін маған бірінші общий ток күшін табу керек. Общий ток күші дегеніміз, жалпы ток күші дегеніміз, жалпы кернеуді бөлістер жалпы кедергі. Жалпы кернеу итак беріп тұр, 10 деп ше. Тұрақты кернеу жалған, немесе басында кернеуді қараймыз. Демек жалпы кедергі керек. Бірінші мына екеуінде кедергіні табыламын. Мына екеуінде кедергіні мына жерге табамын. Екеу үшін керіп пропорционал болады да. Өйткені параллель жағын ғой.
2'den 1'ge plus 2'den 1'de qo'sa solaman. 2'den 2 bo'ladi. R'ning o'zi sonda 1 bo'ladi. Al oğan mınağını qosatmasam, eğer 3'te qosatmasam, o bir-birine çizikli bo'ladi. Sonda eğer joltır шығады, birge qosasın просто 4'te. Bu yüzden 5 шығады. Осы 5 тапарамда eğer joltın ornuna koyamın. Koygan кезде 10'da 5'ke bölесіздер, sonda 2 ампер шығады. Получается, мына жерден полный 2 ампер өтеді. Тізбекте жалған кезде ток күші 1/2 білеміз, иә? Тізбекте жалған кезде Тізбекте жалған кезде ток күші 1 бар. I жалпы тең I1-ге немесе I2-ге тең. Демек, мына жерде общий қанша ампер oldu? 2 ампер oldu ойда? Қызымызда. 2 ампер болатын болса, демек, мына R4'те де 2 ампер болады. Енді U3'ның орнына қоямын. U тең болады I3 көбейтілген R3. Мына жерде ток күші қанша болады? Демек, 2 ампер болады. 2 амперді көбейтілген R3 деген қанша? 4 қойды. 4 тең 2 4 8 болады. 8 жауап С болады. Кеттік номер 16-шы есеп. Номер 16-шы есепте не берілген? Так, қозғалтқыштың тәртібі дейді. Бізге тәртіп беріп екен. Тәртіп деген былай деймін. 40%. Ол 0,4 деп алсақ сразу, иә. Пайызбен емес, санмен алсақ, санның оңайырақ болады. Көлемі 100, вау, көлем берген 100 метр куб. Биіктік 6 метр. 6 метр беріп де. Уақыт 8 минут. Бұл 8 минутты көбейту керек, бірақ 60-та секундтан керек. 8 көбейтілген 60, сонда 488 секунд. Уақытта керек. N белгісі дейді. Енді N теңдеуін жазсақ болады, бірақ оны керек емес. Өйткені как арқылы. Как дегеніміз не? Бұл A пайдалы бөлінген A толық. A толық. Көбейтілген 100%. Немесе A пайдалыны жазуға болады. Қалай? Сразу MGH деп жазамын. Ал A толықты жазамын. N көбейтілген T деп жазамын. Бұл жерде M жоқ, сондықтан Rho көбейтілген V деп жазамын. Потому что Rho көбейтілген V, M керек. Көбейтілген G, көбейтілген H, бөлінген N көбейтілген T. 100% жазып қоямын, себебі мына пайыз айландырып жібердім. Так, осы жерден қоямын деймін. Так, N тау керек. Осы жерден шығару керек қайсыны N-ді шығару керекпіз. N тау керек. N табатын болсам, Rho, V, G, H бөлінген mu көбейтілген T болады. Rho деген 800, V деген 100, G деген 10 деп беріп тұр, X деген 6 метр беріп тұр. Так деген 0,4 деп алсақ, пайыз алмақ көбейтілген T дейді. T деген бұл енді уақыт 480 секунд. Қысқартатын болсақ, көрініп тұр, қанша шығатыны примерно. Біздің есім қанша шығады сонда? 25 киловатта. Яғни 25 мың шығады. 25, 1 0, 2 0, 3 0. Бұл дегеніміз 25 киловатт. Номері 16-шы есепте жауап В. Так, номері 17-шы есеп бізде. Суреттегі дейді. Суреттегі тұрақты массада идеал газдың өзгеру процестерінен бірінші нүктедегі газ температурасының нөл болса, екінші нүктедегі газдың температурасы. Бұл жерде қандай процесс екенін біліп алайық. То есть бізге бірінші нүктеден өтеді, қай нүктеге? Екінші нүктеге өтеді. Қараңыздар. Не өзгермейтін? Бізде көлем өзгермейтін. Демек, процесс изофора. V константа болады. V константа болған кезде теңдеу. Қандай болады? P1 бөлінген P2, T1 бөлінген T2 болады. Орнына қоямын. P1 деген. Bir minut. Зарядную машину дадим. Ай, өткен сәл күтеміз.
Окей. Бұл жердегі P1 бөлінген P2 деген орнына қоямыз. Бастапқысы міне мынау P1 дегеніміз P0-ге тең. Демек, орнына P0 деп қоямын. Бөлінген P2 дегеніміз қаншаға деп көрдіңіздер ме? 3 P0-ге тең болып тұр. Демек, 3 P0. P1 деген бастапқы температура газдың P0 деп тұр. P0. Енді мына жерден P2-ні тауып керек. P2-ні тауып керек. P2-ні басына септіміз демек, үште көрсін, да? P2-ні тауып керек. Осы жерден P2-ні шығаратын болсын, тап көрсін. Енді мынаны қысқартшасын болады. Сонда P2 дегеніміз 3 P0 тең. Жауап С. Немесе ауызша айта салуға болады, ауызша есептің кезінде. Бірден 2-ге өткенде процесс изофор екенін сразу біліп аламыз. Біліп алғаннан кейін былай болады. Қысым 3 есе арта ма? Демек, температурада 3 есе артып. Көпсі ма? Қысым 3 есе артты ғой. P0-ден 3 P0 болды. Демек, P0-ден 3 P0 болады. Болды, ауызша сұрақ ма негізінде. Бұған өзі 30 секундтан артық уақыт жұмсасаң, ысырап болады. Ысырап деген сөз ғой, да? Шығын деген сөз ғой енді. Так, мына есепті шығара аласыздар ма, шығара алмайсыздар ма? Катушкада ток күші 3 есе артқан кезде, катушкадан энергиясы дельта U болады. Магнитосының энергиясы дейді. Энергия бастапқыны табу керек, мән табу керек. Бұл жерден көп нәрсені көрнекті аламыз. Мысалға біріншісін қарайық. Энергия бірді ойымызша Li квадрат бөлінген 2 деп өрнектеп алайық. Энергия бірді. Ал энергия 2-ні не деп аламыз? Энергия әрине 2-ні тура осы сияқты. Li квадрат бөлінген. Бұл жерде ток күші артады. Энергия 2-ні бөліп жайында. Ток күші бастапқыда I болды. Одан кейін 3 есе артып кетті ғой. Ток күші 3 есе артып кетті. Демек 3I болды дейсіз. 3I болды. Немесе былай жазайықшы. Ток күші I болған кезде энергия 1 Li квадрат бөлінген 2 болады. Ток күші 3I болған кезде, 3 есе артқан кезде, онда просто энергия былай болады. Энергия 2 тең болады. L тоқтың арына, тоқтың жанына 3 қоямын. 3I. Так. Сыртында квадраты бар, бөлінген 2 болады. Сол кезде L тең болады, қанша болады? 9I квадрат болады, бөлінген 2 шашын ашқан кезде. Мына 9 алдына шығарып жіберем. Сол кезде 9 көбейтілген болады. Анау Li квадрат бөлінген 2 деген тұр ғой, да? Дұрыс қой. Просто 9-ды алдына шығардым. Енді қараңыздар. Мына Li квадрат бөлінген 2 деген нені білдіреді? Бұны қарайтын болсаңыздар, мынаған ұқсас қой. Li квадрат бөлінген 2. Демек, бұл нені береді? Бұл энергия 1 деп береді. Получается, бүйтіп жазалым. 9 көбейтілген энергия 1 деп жазалым. Түсіндір алдым ғой, да? Енді, сонда энергия 2 тең болып тұр, 9 энергия 1-ге ғой, деп айтасыздар. Сосын мына энергия өзгерісін жазамыз. Энергия өзгеріс деген неге тең? Дельта U деген, ол әрине соңғы энергия 2-ден азайтасыздар энергия 1-ді. Энергия 2 дегеніміз 9 энергия 1-ге тең, 9 энергия 1-ге тең, ал энергия 1 дегеніміз өзіне тең. Азайтатын болсақ 8 энергия 1 қалады. Осы жерден бізге энергия 1-ді сұрап тұр осы ортын. Оны шығаратын болсақ, энергия 1 тең болады, дельта U-ды. Арық сұрап. Сонда тең болды дейміз бі. Энергия тең болады 8 энергия 1-ге, осы жерден энергия 1 тең болады, дельта U-ды бөлеміз қаншаға? 8-ге. Ол жауап О-ды депті. Кереметті зыңна есіп. Окей, онда кеттік. Номер 19 есеп.
Так. Кетті мұнда. Толқын ұзындығын беріп тұр. Лямбда дейді. Біріншісі бірде былай. Екінші ретті сөйлейді. Бұл К2 тең К тең 2-ге тең. Мынау бұрыш синус альфа тең 18 градус дейді. Дифракциялық торда бірінші реттік максимум дейді. К тең 2 деген сөз, К тең 1 деген сөз, бұрышы деген сөз. Қанша градус деп тұр? 12 градус деп тұр. Көрнекті толқынында. То есть, бір көзден тарайтын екі толқын бар дейсіз. Қалай сіз санайын? Сізді көрсетейін ба? Давайте сізді көрсетейін ба? Осы мынаяқта экран бар, экран бар. Осы жерден жарық тарайды. Жарық, например, сары болсын да. Ол былай қарай тарайды. Бірінші өз бойынша кетеді. Одан кейін екі рет максимум шарты yapılır. Бірінші максимум шарты, екінші максимум шарты. Енді бұрыштан салатын болсам, біріншісі үлкендеу бұрыш қанша градус, екінші рет максимум 18 еді. Мына бұрыш 18 градус, ішкі бұрыш 12 градус. Бұл жерде тең болатын B. Мынау К тең 1 деген сөз, бірінші реттік, мынау К тең екінші реттік, екі максимум деген сөз, мынау 0 деген сөз. Бастапқы негізгі толқын деген сөз. Старт деген сөз. Енді бұл жерде мынаны теңге қолданысты. B синус альфа 1 тең болады К1 көбейтілген лямбда 1. Турасына теңдеу D синус дейсіздер. Альфа 2 болады, бұрыш 2 болады. К2 болады, лямбда 2 болады. 2 теңдеу үшінде мына D деген нәрсе бірдей болады. Өйткені бір жерден тарап болады. Екеуінен де демек D-ны шығарып аласыздар. D тең болады сонда. Қалай болады? К1 көбейтілген лямбда 1 бөлінген синус альфа болады. Альфа 1 болады. Яқтан D-ны шығаратын болсақ, К2 көбейтілген лямбда 2 бөлінген синус альфа 2 болады. Екеуін теңестіреді. Мына екеуін теңестіреді. Теңестір. Так. Онда К1 көбейтілген лямбда 1 бөлінген синус альфа тең болады. К2 лямбда 2 бөлінген синус альфа 2 болады. Осы жерден екінші жарықтың толқынын табайық. Өйткені бәрі келіп тұр. Лямбда 2-ні шығарып алсақ сразу. Так. Пропорция К1-ді көбейтілген лямбда 1-ге көбейтілген синус альфа 2-ге бөлемін синус альфа 1 көбейтілген А2. К1 дегеніміз бірінші берген не болады, максимум реті болады. Ол 2-ге тең. Лямбда 1 деген метр, 500 нанометр. 500 көбейтілген 10 минус 9,7 метр. Синус альфа дегеніміз біріншісі ма? Синус альфа 2. Мынау екіншісі, мынау біріншісі. Бірінші өріп тұрған бірінші, екінші. Бұл 12 градус, 12 градустан мәліне беріп тұрайық. 0,20. Көбейтесі 0,21-ді бөлінген синус альфа 1 дегеніміз 18 градус, 18 градустан 0,31. 0,31. Көбейтілген К2 дегеніміз мынау екінші берілген К. Бірінші берілген, мынау екінші берілген К2 болғансы. Ол бірге тең. Тең, тақ, шақ есептейтін болсақ. Жауап где-то 680 шақ. 680 шақ. Жауап болыр. Егер сенбесеңіздер есепті көріңіздер. Егер де сіз мені білмейтін болсаңыз, есептің берілгенін қаяқта екенін білмейтін болсаңыз, Telegram каналға өтсеңіз есептің берілгені тұр. Сояқтан бірінші берілген шарт, потом осы сабақта қарасаңыздар дұрысырақ болады. Так, номері 20-шы есеп, температурасы берілген, көлемі берілген, 40 минутта қайнатылған қуаты 600 ватт болатын қондырғының пәкірі. Енді пәктің бағана теңдеу болады. Пәк тең болады А пайдаланды бөлесіздер А пол К дейсіздер тағы да.
көбейтесіздер 100%-ға. А толық дегеніміз қайнаған су ма, әлде қондырғының қуаты ма? Бізде бірінші орын алатын процесс міндетті түрде толық болады, екінші орын алатын процесс пайдалы болады. Мысалы, бірінші бізде қуаты бар қондырғы керек, әйтпесе суды қайната алмаймыз. Бірінші орын алатын процесс бізге қондырғыны табу керек. Ал екінші орын алатын процесс бізге әрқашан пайдалы болады. Ол қайнаған су. Сондықтан қайнаған судың жұмысы ол Q-ға тең болады. Ол Q тең болады С М дельта Т болады. Екінші, қуаттың істейтін жұмысын қуатты көбейтеміз, уақытқа болды. Орнына қоясыздар. С дегеніміз 4200 беріпті ме? 4200-де, яғни көбейтесіздер М-ға. Масса 3 литр ғой. Енді бұл жерде массаны табу керек. Масса тең болады Ро көбейтілген Г. Ро деген су беті 1000, көлем 3 литр. 3 литр айландыратын болсам, 3 көбейтілген 10 минус 3 дәрежесі метр куб болады. 3 көбейтілген 10 минус 3 дәрежесі метр куб болады. Тақ, сарып кетеді, сонда 3 литрдің өзі шығады. Немесе су үшін 3 килограмм су 3 литр болады. Тек қана суда ғана. 3 литр су 3 килограмм болады. 1 литр су 1 килограмм болады. Бұл сүтте, бензинде, басқа сұқтар үшін емес. Өйткені тығыздық әртүрлі. Сондықтан сразу 3-те жазсақ болады. Температураның өзгерісі 20. Тағы қаншаға дейін? Қайнағанға дейін. Су бастапқы 20-да тұр, қайнағанда ол 100 болады. Демек, дельтаты қанша? Дельтаты 100 минус 20 деп аламын. Бөлінген, N деген 600 берілген. Так, уақыт бар ма? 40 минут дейді, 40 минуттанда 40 минут берілген, бірақ 10 секунд болады. Ол үшін 60-қа тағы да көбейтемін. Егер де тақ, шақ есептейтін болса, тағы да жауап бізде 70, пайыз нүктеп, бізде 70% шат болады. Бұл жауап А жауап болады. Номері 20-шы сетке. Номері 21-ші сет кетті ондай болса. Так, бұл жерде табу керек. Жақын атайында. Көрініп тұрма сіздерге, маған көрініп тұр. Ендер 20 сантиметр, мына жағы 20 сантиметр, мына жағы 30 сантиметр екен. Кішкенге 6 ньютон күші, 6 ньютон күші, мына жағына X ньютон күші. Екеуін теңесе саламыз. Сонда X табатын болсаңыздар, болды. 6-ны көбейтесіздер 20-ға, бөлесіздер X-ке, 30-ға дейсіз. Тең 40 бола ма? 4 болады. 4 ньютон болады. Енді бір жағы теңесесіздер болады, жауаптан. 4 ньютон деген жауаптарды қарайсыз ба? Бізде кішірек ол үшін 4 ньютон деген бір жауап бар ма? 21-де. Я, бір жауап бар екен, олар. 4 ньютон деген жауап бізде жауап В. Арай кеттік. Номері 22-ші есеп. Температура берілген. 127 Цельсий градус, қысымы 2 килопаскал болатын судың қаныққан будың тығыздығын табу керек. Вау, тығыздық деген бұл оңай, П, В, ню, М бөлінген М, R, Т деген теңдерді білесіздер, бала. Бұл идеал газдың теңдеуі. Осы жерден бізге тығыздық табу керек. Ал тығыздық дегеніміз масса мен көлемнің қатынасы. Масса мен көлемнің қатынасы болса, масса қай жерде тұр? Көріп тұрсыздар ма? Массаны көрсеңіздер, көрдік. Масса міне тұр, көлем міне тұр. Демек, осы екеуін шығарып аламын. Егер осы теңдерде масса мен көлемді шығарып алатын болсам, былай шығар. Н шығара алмасаңыздар, математика айланудан үйреніңіздер. R, Т. Оған уақыт жауапты. Хорошо? Қысым бар енді. Қысым бізде міне. М бар ма? М міне. R бар ма? R міне. Т бар ма? Т міне, бірақ бұны айландыру керек. 127 Цельсий градус дегеніміз 273-ке қосамыз. 127-ні түреді 400 болады. Все, 400 бұл кельвин болады. Сонда 2 килопаскал дегеніміз 2-ні көбейтеміз. 18 көбейтген 10-ның минус 3 дәрежесіне бөлеміз. R дегеніміз 8,31 көбейтген температура дегеніміз 400 кельвин. 400.
Бұл жерден де бағанандай тақ, шақ, қысқартып, көбейтіп, бөліп есептейтін болсаңыз 22-ші есепте номері С және H шығады. С және то есть мына жақта 0,1 шығады. 0,1 дегеніміз где-то бірақ номердің 2 номері. С және H 10 грамм. С-ға барасайын да H-ты жанына жазайын. Жауап С және H болады. Окей? Let's go. Номері 23-ші есеп. Номер 23-ші есепте қалай шығарамыз десеңіздер, балалар, былай шығарамыз. Кернеулік беріп тұр ғой, кернеулік деген Е бұл балалар. Мынау Ені беріп тұр. Масса деген масса, айтақ. Бірақ мына грамм екенін ұмытып кетпеймін. Сонда бұл 3 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі болып кетеді. Граммды қосқан кезде балалар. Так, мырыш додамның заряды және артық электр нысаны. Бірінші зарядтамыз. Ол үшін кернеуліктің теңдігін жазамын мына жерге. Кернеулік дегеніміз, балалар, F бөлінген Q бар. Q дейсіз. F дегенді енді негізі кулон күші, бірақ бұл жерде mg-ға теңестіре саламыз. Хорошо, mg бөлінген Q болады. Просто осы жерден косинус деген сияқты mg-ді бөліне саламыз. Егер сол кезде бізде Q шығады. M дегеніміз 3 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі көбейтілген 10 бөлінген 3 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? 5 дәрежесі. Да? Мынау енді бәрі қысқарып көбейтіліп сақты ғой. 3 пен 3 сонда жауап қанша шығады? 10-ның минус 16 дәрежесі шығады. Мынау 17, ана бір қысқарып 16 дәрежесі кулон болады. Заряд таптық. Зарядтың шамасы қанша болды? Зарядтың шамасы қанша болды деймін балалар. Q тең болады 10-ның минус 16 дәрежесі кулон болады. Енді зарядтың теңдеуін білемін. Екінші теңдеуі негізгі жеке өзінің собственный теңдеуі NE болады. Осы жерден артық электр нысанын табу үшін Q-ді бөлемін Е-ге. Q дегеніміз 10-ның минус 16 дәрежесі, ал Е дегеніміз қанша? Вау! Е дегеніміз әрине мына жақта тұрды іздеместер. 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Шақ, пақ, қысқартып примерно 1,6 бөлесті, немесе 10-ды 1,6-ға бөлсеңіздер, где-то 625 шығады сонда. 625 шығады. Жоқ, дұрыс па? Дұрыс екен. Дұрыс сияқты. Қазір көрейік. Бар екен, мұндай болса жауап бізде F-тан ашып қойды, көріпсіздер ма? F-ті көрсеңіздер, дара деген дара деген көріпсіздер ма? F-тен ашып қойды жауап. Окей, номері 20-24-ші есеп. Тұрақты ток көзіне қосылған индуктивтілігі катушканы магнит өтімділігі 2 есе үлкен ортаға орналастырса, катушканың магнит өрісінің энергиясы. Так. Енді бұны қалай шығарасыздар? Бұны шығару үшін өте оңай. Дегенмен, бұл жерде катушканың энергиясын білеміз, катушканың энергиясы. Катушканың энергиясы дегеніміз Li квадрат бөлінген 2. Ал енді ортаның магнит өтімділігі деген, өтімділігі 2 деп тұр ғой. Бұл нені өтіп тұр? Бұл не ғой бала? Бұл 2 деп тұр. Бұл қайсыған байланысты дейсіздер ғой, бұл L-ға байланысты. Себебі L тең болады. L-дің формуласын айтып, нью көбейтілген нью L деген бұл. Сондай сияқты. Жазып көрші, нью 0, n квадрат, s бөлінген L деген сәттеңдегі бар, n квадратtan өрсін. То есть, айтын деген нәрсе, нью L-ға тура пропорционал. То есть, мынау екесі артатын болса, егер ньюдің шамасы көріпсі ма? Мынау нью. 2 нью болатын болса, демек, мынау да екесі артады. Ал мынау екесі артатын болса, онда L екесі артып тұр ғой. Онда энергияда екесі артады болшы.
Өйткені тура пропорционал, ешқандай кері пропорционал жоқ. То есть май төртінді артатын болса, үміттілік екі есе артады, екі есе артатын болса, энергия да екі есе артады, жауап екі есе артады, е болады. То есть бір жауап барсақ та, үш есе артады деген жауап жоқ. Ой, екі есе келмейді ана е жауап деген. No, артады деген жауап бар. Артады деген жауап бар ма? Жоқ қой не? Бар. Бәсе. Так, кетті ондай болса, номер 25-ші есеп. Нәрседен линзаға деген қашықтық 4 метр, линзадан кескінге деген қашықтық 1 метр болса, линзаның фокусы және оның оптикалық күші. Линзаның фокусы дегенді, мынау нәрседен линзаға деген қашықтық деген бұл D, D 4 метр. Ал кескінмен линзаға деген қашықтық деген F 1 метр. То есть, салатын болсақ, мына жерде мынау линза болса, мына жақта дене тұратын болса, мынау D болады. Нәрсе деген линзаға деген қашықтық. Мынау А емес, линза ғой. Так, мына жағы қанша болады? Бұл жағы F болады, бірақ F мына жағында пайда болады қашты. Кескін мына жағында пайда болсын, мына пайда бола салсыншы. Мына жағында пайда болады, негізінде. Төңкерілген кескін пайда бола салсын да. F осы жақта. Енді орнына қоямыз. Фокус аралы деген бір бөлінген F-ті табамыз, бір бөлінген 4, сонда бір бөлінген формасы дайында, бір бөлінген, формасы қойышын сөйтіп. Бір бөлінген 1, бір бөлінген 4. Егер ортақпен 4 бұзатын болсам, маған 4 беріп, сонда 5 бөлінген 4 болады. Олды F-ті шығару үшін керісін шалдырамын, өйткені F-ті кері аударым болады. Сондықтан 4 бөлінген 5 болады, ол дегеніміз 0,8 болады. 8 метр. Ал оптикалық күш деген диоптрия, бір бөлінген F деген сөз, бірді бөлестер 0,8-ге, сол кезде жауап 1,25 шығады. Диоптрия бар. Жауап. Күшейтейін де болады. Окей. Жауап көріпсіздер ма? Жауап көрсеңіздер, я дейіндер. Біріншісі 0,8 метр болады. А жауап бар деген 80 сантиметр деген бола ма? Болады. 80 сантиметр диоптрия бір бөлініз. Осы жауап болады. А, Д, H. Номер 26-ші есеп. Масса берілген, сыйымдылық берілген. Үшін бақыттың қажетті санын дейді. Бірінші көлем тауып аламыз. Масса ро Так, ро тең болады М бөлінген В. Сондықтан осыдан V-ны шығарамыз. М бөлінген ро болады. Масса деген метр, 1000 тонна деген ол 10.000 килограмм. 10.000 килограмм бөлінген 800. Так қысқарады. Бөлетін болсақ, 10.000-ды 8 бөлетін болсақ, 1250 метр куб шығады. М-ді табу үшін үлкен көлемді, кішкентай көлемді бөлеміз. 1250 көлемді цистернаға салу үшін 25 километр көптік бөлетін болсаңыздар 50 шығады. 50 цистерна. Жауап Е. Кеттік. Номері 27-ші есеп. 27. Өткенде кездескен есеп, бұл жерде енді есеп көрінбей тұр, маған да көрінбей тұр. Жақын барып қарап, кішкене айтамын, сіздер жауабын салыстырыңыздар. Бұл жерде изохорлық процесс, өйткені көлем ортадан шығып тұр. В константа болатын болса, П бөлінген Т болады. П бөлінген Т константа болады, жауабы Д болады. Потом, егер Т1, Т2 тең болады дейді, Т1 мен Т2 тең болу үшін былай салыстыр. Т1 мен Т2 тең болу үшін любой жерден кесіп аласыздар, бірақ Т-ға перпендикуляр кесіп аласыздар. Сол кезде бірінші кім тұр қараңыздар? Т1 үлкен болу керек. Т2 кішкентай болу керек. Т1 мен Т2 тең болу үшін П1 кішейтемін.
Мынау P1 болады. Мынау P2 болады. Яғни T1 мен T2 тең болу үшін деген кезде мына перпендикуляр T-ға есін түсіресіздер. Мына екі сызықтың бойымен диаграммамен. Бұл кезде P1 үлкен болу керек P2-ден. Екінші шарт P2 мен P2 мен P1 тең болу үшін онда былай жүргіземіз диаграмманы. Керісінше P-дан перпендикуляр жүргіземіз. Сол кезде көлемді қияды. Қарайтын болсаңыздар тік түсіреміз. Мысалға, мына жерде түсіреміз. Сол кезде былай шығады болады. Мынау T2 ғой. T1. T2 үлкен болады T1-дан. T2 үлкен болу керек T1-ден. Сол кезде ғана T1 мен T2 тең болады. Ол жауаптар Ж жауап болады, сондықтан. Сосын Е жауап болады. Болды осы. Жауап Д, Е, Ж. Д, Е, Ж. Номері 28-ші сұрақ. Табуымыз керек нені? Кетірек маған. Так, мынаны кетейін. Окей, кеттік. Так, катушканың несі берілген? Шарт. Егер катушканың индуктивтерінің қатынасы L1 тең L2 болса, олардың магнитөрсінің энергияларының қатынасы V1 тең 2, V2 тең болу үшін бірінші катушканың ток күші мен екінші катушканың ток күшін. То есть ток күштерінің арасындағы I1, I2-лер үшін қандай болу керек дейді сұрақ. Түсініксіз ғой, енді ол үшін мына нәрсені жазайық олар. Бірінші берілген жазайын. Берілген олай. L1 тең 2 L2-ге. Енді мына жағына энергияны жазайын ба? Энергия тең V1 тең 2 V1-ге. V2-ге тең болады. Бұл жерде есептен қарабақ білуге болады, қарасаңыздар. Екі орындалып тұр ғой. L1 дегені V1 болып тұр. Ал V2 дегеніміз 2 артық болып тұр, мынақты L-да 2 артық болып тұр. Яғни бір-бірін орындап шарттарын қанаттанып тұр, сондықтан сразу жауапты айтасақ болады. Ток күші 1 дейді. Немесе онда шығару жолын қарастыратынсақ былай болады. Шығару жолын қарастырайық. Мына берілгені мынау деп жазып қояйық. Берілгені мынау. Бұл енді сразу интуициямен біраз есе бастырады. Так, бұны шығару үшін былай істейсіздер. Ашасыздар мына теңдеуді. Қарайық. L, мынау L1, I1, U1 деген L1 тең I квадрат бөлінген 2. Екіншісі 2 көбейтілген L2 болады. I квадрат бөлінген 2 болады. Осы жерден қарайтын болсақ, балалар. Енді мына L1-дің орнына, мына L1 көп шығарма, мына L1-ді. L1 неге тең болып тұр? L1 тең болып тұр, L2 тең болып тұр, осыны қоямыз. Бұны қызы сектіміз. L1 дегеніміз 2 L2-ге тең болып тұр. Қалғандарын қайтына көрсетіміз. I квадрат бөлінген 2 тең болады 2 L2 квадрат I квадрат бөлінген 2. Енді бізге мынау
Қараңыздар, I1 мен I2'nin несін табу керек? Ара қатынасын табу керек. Мынау I1 болсын, I2 болсын да. Екеуін бүйтіп бөлек деп төміріп кетпейін. Осы екеуінің ара қатынасы бізге қандай болатынын табу керек. Ол үшін бірнеше олар қысқартамын. Екі жағында 2 бар ма? 2-ні қысқарады. 2 бар ма? 2 қысқарады. L2 бар ма? L2 қысқарады. Сонда демек I1 мен I2'ның квадраттары бір-біріне тең болып тұрады. Демек бірнеше ма дейміз. Жауап E болады. Сонымен 29-шы есептің жауабы 28 E болады. Все, бітті. Келесі 29-шы есеп. Түсіндіре алған шығармын деп ойлаймын. Түсіндіре алмаса айтыңыздар болады. Кемшіліктерін түзету. Өйткені идеальный адам болмайды. Идеальный процесс болады. Так, мынау өткенде есеп екен, тұрақты қысымда келемдердің жылжымалы поршының астында газ, идеал газ Т1 температурасы 550-ден Т2-ге артты, қыздырылды дейді. Осы кезде көлемі бастапқы V1 болса, оған 3 көбейтілген 10-ның үш дәрежесінше артты дейді. Енді процесс қандай? Тұрақты қысым ғой. Тұрақты қысым болған үшін бұл процесс изобара болады. Так, изобара P константа болады. P константа болатын болса, онда теңдеу V1 бөлінген V2, T1 бөлінген әдемгі жүзінші T1 бөлінген T2 болады. Осы жерден табу керек, кажется, бастапқы көлемдейді. V1 белгісіз. Етіп қошақ қойын да. Орына қоямын. V1 белгісіз, V2 дегеніміз V1-ге қосастар. 3 көбейтілген 10-ның үш дәрежесін. T1 дегеніміз 150 да. Қанекті жазып тұр ғой. T1 метрі 150. Бөлінген T2 дегеніміз 600 деп тұр. 600. Сарап не екеуін? Бір екеуіні 4-тен бір шарап. 4 сарап. 15 кер сарапты. 100 сарапты. Енді пропорциондайын. Онда 4 V1 көбейтілген қосылған 3 көбейтілген үштіргісі. Сөйтіп, V1-ді бұлай көсем 4 V1 минус V1 тең 3 минус 3 дәрежесі. Онда 3 V1 қалады. Көбейтілген 3 дәрежесі болады. V1 тең 10 минус 3 дәрежесі. 3 тақып. 10 минус 3 дәрежесі 0 бүтін 0 Так, бұл 1 литр, жауап А, сосын 0,100-ден 1 көп, сосын 1,3 дәрежесі. А, С, F болады жауабы. Кеттік, номері соңғы есеп 30. Бұл да өткен тақырыпта, өткен нұсқада келді, балар. Металл бетінің энергиясы дегеніміз бұл Е болар. Е. Электронның шығу жұмыс деген, мынау беріп тұрған А беріп тұр. Жылдамдық табу керек, оны сұрап тұр. Бұл жерде Эйнштейн теңдігін қолданамыз. Е тең болады А шығу плюс энергия кинетикалық. Осы жерден энергия кинетикалық ашамыз. Тең болады А шығу плюс энергия кинетикалық дейміз. М В квадрат бөлінген 2. Так, мына енді осы жерден табу керек, бізге V-ны табу керек. V-ны. Ол үшін аны былай түзем. Е минус А шығу болады. Мына жағында МВ квадрат бөлінген 2 болады. Осы жерден V-ны шығаратын болсам, Е-ні А шығуды көбейтеміз 2-ге. Бөлемін МВ. Яқты квадрат бар, квадраттан көшін тудрасына жіберем. Енді мыналарды айландырмастар. 4 көбейтілген 1,6 10-ның 19 дәрежесінен алсақ жол шарт. Мынаны да сөйлеміз. 1,125 көбейтілген 10-ның көбейтілген 1,6 көбейтілген 10-ның 19 дәрежесіне көбейтеміз. Себебі
электрон болып жол айландыру үшін 1/6-ға көбейтеміз. Хорошо? Ары қарай енді қарадыңыз. Жазып кейін ары қарай үйден шығасыздар. В тең болады. Куб астында деп үлкен қойып. Қаншаның ішінде? 4 көбейтілген 1/6, оның минус 19 дәрежесі. Минус 1/125, оның минус 19 дәрежесі. Көбейтілген 1/6 көбейтілген минус 19 дәрежесі болады. Көбейтілген жақын сатында 2 бар. Бөлінген қанша болады? Масса деген 2. 9,1 көбейтілген минус 31 дәрежесі болады. Есептейтін болсақ, ары қарай қанша шығатын? 10 шығады. Оның плюс 6 шығады. Жалпы В, Д және F. В да еп. Сонымен біздің неміз бітті, миссиямыз бітті дегенде не істейсіздер балалар? Егер сіз жазылмаған болсаңыз, каналға жазылсаңыз, сол жақта берілген жері бар. Басқа достарымызды шақырайық каналға. Басқа достарымызға да пайдалы болсын. Окей. Сау саламатта болыңыздар.